Отбасында екі ағайынды болдық. Ағам екеуміз ғана. Анам қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімі, ал әкем тіс дәрігері еді. Мен бірінші, ағам 4-ші курста оқып жүргенде үйге түскен ұрылар анам мен әкемді жазым қылып өлтіріп кетті. Содан езіліп жүріп еңсе тіктедік. Ата-анасыз өмір сүру әрине оңайға соққан жоқ. Қайта сол кезде ағамның жүріп жүрген қызы Жайна бізге көп көмек беріп, қамқорлық танытты. Ана орны ана болды десек те болады. Барлық керек дүниелерімізді түгендеп, кірлерімізді жуып, тамағымызды істеп беріп отырды. Кейіннен ағам екеуі шаңырақ көтеріп, некелерін қиды. Екеуі әп-әдемі тұрып жатты. Бір ұл, артынан бір қыз босанды жеңгем. Жас отбасы ретінде Алматыдан үйде алды. Бұл кезде мен жеңгемнің таныстыруымен жақын сіңілісін ұнатып үйлендім. Бақытты күндер еді. Бір күні ағам өндіріс орнынан үйге қайтпай қалды, мәңгілікке. Өндірістегі аварияның салдарынан Смендегі ағам және оның жанындағы 3 жігіт көз жұмыпты. Жылап еңіреп қала бердік. Әсіресе жеңгеме өте қатты болды бұл жағдай. Біз қиналғанда бізді тастап кетпей қамқорлық көрсетіп еді. Енді мынандай жағдай өз басына түскенде мен қалай оны жалғыз қалдырамын? Ағамнан қалған 2 балаға да жеңгеме де өзім қамқор боламын деп, тапқан ақшамды 2-ге бірдей бөліп беріп отырамын деп келіншегіме айттым. Ол да Жайна әпкесін ерекше жақсы көреді. Бірден келісті. Ағамның жылын бердік. Артынша қатарынан 3 жыл шегін бердік. Бірде келіншегім әмеңгерлік туралы әңгіме қозғай бастады. Мен таңырқап қалдым. Жеңгемді қалай әйел қыламын? Қалайша оны құшағыма басамын? Ұғар емеспін. Келіншегім 1 айға жоқ осы әңгімені айтумен болды. Ұққаным, ер адам қаншалықты әйел құшағын аңсап, қалап тұрса, әйел де еркек құшағын жылуын соншалықты аңсайды екен. Ағам қайтқалы да 5 жылға аяқ басты. Жайна жеңгем қатты қиналып жүрген көрінеді. Келіншегім Жайна әпкесіне бұл тақырыпта сөйлесіп көріпті. Кет ары емес екен. Сонымен ұяла Жайна жеңгеммен отырып сөйлестім. Әрине ағамның балаларының басқа біреулердің босағасында жәутеңдеп жүргенін қаламайтынымды. Сіз қарсы болмасаңыз шариғат жолымен, баба салтымен сізді әмеңгерлікке алайын, туыстарыңыз қарсы болмаса деп айттым. Жеңгемнің туыстары осы жайтты маған жеткізе алмай жүрген көрінеді. Сонымен сөзіміз бір жерден шығып, азынаулық туыстарды жиып, имамның алдында некемізді қидырдық. Өз әйелім куәлік берді, ризашылықпен. Әйел деген шаңырақтың ұйытқысы, ер адамның тірегі деген рас екен. Апалы сіңілі Жайна мен Гүлжан қазір өте тату. Гүлжанның Құдайдың берген 3 ұлым бар. Ал әмеңгерлікке алған Жайна жеңгемнен сүйкімді бір қызым бар. Жалпы 6 баланың әкесі атанып отырған жайым бар осындай. Бар тапқанымды 2 үйге қылдай бөлем. Келіншектерім де риза. Өздері де жұмыс істеп, бірінің жетпей жатқанын біріне апарып беріп күлімдеп ойнап жүр. 2 үйге де кезекпен қонамын. Мен бұл жайтты баяндау арқылы еліміздегі белең алып жатқан тоқал мәселесін қоздырайын деп отырған жоқпын. Тек басыма түскен осы істен сіздер де сабақ алыңыздар екен. Қосар ақылдарыңыз болса айтыңыздар екен. Тілекпенен баяндадым. Артық кемі болса кешіргейсіздер. Алладан бар тілерім осы көзге көрінген ботақандарымның амандығы мен қос келіншегімнің татулығы.